Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Алматы полиграфия колледжі өндірістік оқыту шебері Дүйсенбай Нұрдана Сәрсенбайқызы. Бүгін 17 қараша 2020 жыл. Сабақтың тақырыбы форзац жабыстыру және форзацты дәптердің түбін түптеу. Сабақтың мақсаты форзацтарды желімдеу әдістерімен таныстыру, форзацтарды қолмен желімдеп жұмыс істеп үйрету, форзацтарды әртүрлі әдіспен желімдеп үйрету, студенттерді ұқыптылыққа және тазалыққа үйрету. Қосымша элементтерді бекітуден тұратын дәптерлерді өңдеу процесі мына операциялардан тұрады. Блоктағы алдыңғы және соңғы дәптерлерге форзацтарды біріктіру, бейне материалдардан тұратын приклейкалардың барлық түрін бекіту, накидкаларды дәптерлерге кигізу, дәптерлерге вкладкаларды енгізу. Блок түбін өңдеу операциялары блок түбін бекіту әдістерінің ерекшеліктеріне қарай немесе тапсырыс берушінің сұранысына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, жіппен тігілген блоктар соңғы өңдеу процестеріне түптеу материалымен немесе қағазбен өңделіп түседі. Бұл жағдайда түп материалы әлі желімденбегендіктен алдымен блок түбіне форзацтарына 2 см кіретін марля жолағын желімдейді. Осыдан кейін барлық блок түбіне берік крафт қағазы желімденіп, блоктағы үстіңгі және астыңғы дәптерлердің марлясы жоқ жерлері бекітіліп, желімнің сыртқа шығып кетуін сақтайды. Осы кезеңде капталдар да желімденеді. Форзац желімдеп жабыстырудың 3 нұсқасы бар. Біріншісі, форзацты желімдеп жабыстыратын модульді пайдалану. Екінші, жіппен тігіліп бекітілген кітап блогын ағымды желілерде форзацтарды желімдеу модулін пайдалану. Үшінші, қолмен желімдеп жабыстыру. Көріп тұрған суретте ағымды желіде форзацты желімдеу құрылғысы көрсетілген. Бұл жерде бірінші жинақтау машинасы арқылы дәптерлер жинақталынып алады. Екінші, форзац бергіш, яғни бірінші алдыңғы бетке жабыстырылатын форзацтар. Үшінші, форзац бергіш, яғни соңғы артқы бетке жабыстырылатын форзацтар. Төртінші, желімдеу құрылғысы. Бесінші, тігусіз бекіту машинасы көрсетілген. Форзац бір рет бүктелген 2 қағаз парағынан тұрады. Кітап блогы алдыңғы және соңғы бетте орналасқан 2 форзацтан тұрады. Алдыңғы форзацтың түбі кітап блогындағы бірінші дәптердің түбіне, ал соңғы форзацтың соңғы дәптердің түбіне желімденеді. Форзацтың қарама-қарсы жағы түптеу қабына тұтас желімденеді. Форзацтар және оларды дәптерлерге желімдеу. Форзацтар мен бейне материалдар блокты жинақтау алдында дәптерлерге желімденеді. Ал тігілген блокқа форзацтар мен бейне материалдарды желімдеуге болмайды. Форзацқа арналған қағазды кесу барысында ол қағаздың барлық шеті жан-жағынан кесілуі керек. Бүктемеленген форзацтың форматы үш жағынан кесіліп, дайын болған кітап блогының форматына тең болу керек. Ені және ұзындығы жағынан тең болу керек. Ені және ұзындығы жағынан плюс-минус 2 мм ауытқу жіберуге болады. Желімденетін форзацқа арналған қағаздың талшықтары ұзын жағына қарай бағытталған жағынан кесіліп пішіледі. Бетіне мәтін немесе сурет басылған, немесе ештеңе басылмаған форзацтағы бояудың түсі қолданған желімнің әсерінен өзгеріп кетпеуі керек. Форзацтар дәптерге арнайы, форзацтарды желімдеуге арналған автоматтарда желімденеді.
Блоктағы бірінші және соңғы дәптерлерге желімденетін форзац. Дәптердің бүгілген тұсынан 1,5-2,5 мм жылжып желімденеді. Желімнің жағылатын өлшемі 4-5 мм болу керек. Желімденетін форзацтың өлшемдік ауытқуы ұзындығынан 2 мм, енінен де 2 мм рұқсат етіледі. Тігілген форзац өзара бірдей емес екі қағаздан және коленкордан жасалған фальчиктерден тұрады. Тігілетін форзацтың 1 метр квадратындағы салмағы 140 граммнан төмен болмауы керек. Ал олардың өлшемі кесілмеген блоктың ұзындығына тең. Ауытқуы 2 мм. Ал сырт жағынан кесетін форзацтың ені кесілмеген блоктың енінен 6 мм кіші болуы керек. Ауытқуы 1 мм. Ішкі жағына келетін форзацтың ені кесілмеген блоктың енінен 6 мм-ге үлкен болуы керек. Ауытқуы 1 мм. Тігілетін форзацтың кері жағынан желімденетін қағаздың 1 метр квадраттағы салмағы негізгі форзац қағазының салмағынан кем болмауы керек. Бұл қағазда талшықтары ұзындығынан орналасқан жағынан кесіп пішіліп, өлшемі форзацтың сыртқы жағындағы қағазға тең болуы керек. Бір жақты сыртынан кигізілетін форзацты бір-біріне кигізілген дәптерлерден жинақталған басылымдарда қолданады. Бұл форзацтың биіктігі блоктың биіктігіне тең. Ауытқуы плюс-минус 2 мм. Ал ені блоктың енінен плюс өлшеміне блок қалыңдығынан өлшемі қосылғандағы шыққан өлшемге тең болады. Өзінің форзацы. Блоктың бірінші және соңғы дәптерлерінің шеткі беттері желімденіп, форзацтың рөлін атқаратын беттерді айтамыз. Өзінің форзацтың тағы бір түріне екі бүктелген тығыз қағаздан тұратын және блоктың түбіне және шеткі дәптерлерге тігілетін форзац жатады. Бұл форзацтардың көлемі 10 баспа табақтан аспайтын, қағаздың салмағы 120-140 грамм метр квадратқа тең басылымдарда қолданылады. Тағы да сирек қолданылатын форзацтардың түрлері бар. Мысалы, олар выклеенный және приклеенный деп аталады. Тек кітап құрылысы басылымдарға ғана тән қосымша элементтердің басқа бір түрі. Бірінші дәптердің бірінші бетіне және соңғы дәптердің соңғы бетіне біріктірілетін қағаздар форзацтар болып табылады. Форзацны көтеретін негізгі жүгі кітап блогы мен түптеу қабын байланыстыру. Одан бір тұтас жүйе ретінде кітаптың тиесілі ұзақ мерзімді қызмет етуін қамтамасыз етерліктей белгілі беріктік болуы да шарт. Форзацтардың 15-ке жуық түрлі құрылыстары белгілі. Олар бір-бірінен тек құрылыстары мен пайдаланылатын материалдары жағынан ғана емес, онымен қоса сол қасиеттері арқылы жарамдылықтарын да сипатталынады. Қайта-қайта ашып жабуға төзімділіктері жағынан да ерекшеленеді. Форзацтың 15 түрі ішінен өздерінің әзірленуі мен біріктірілуіне қарай болып келетін бірнеше түрі жиі қолданылады. Форзацы дәптерлерге автоматты түрде желімдеу процесі, форзац беру құрылғысы және дәптерді беру құрылғысы көмегімен жүзеге асады. Форзацқа желім жағылып, дәптерге бірігіп, ары қарай қабылдау үстеліне қарай барады. Келесі бейне роликтерде форзацты дәптерлердің түбін түптеу немесе форзац жапсырылған кітап блоктарының түбін түптеу көрсетіледі. Алдарыңызда тұрған эндшитер маркалы бүктелген форзацтарды окантовкалық материал жолағымен біріктіру машинасы көрсетілген. Байқағандарыңыздай ортасынан окантовкалық материал, екі жағынан дайын форзац біріктіріліп,
Нәтижесінде жіппен тігілген немесе терможеліммен желімденген форзастары жапсырылған, окантовка жасалған кітап блогы пайда болады. Мұндай блоктар үш жағынан кесілген соң түптеу қабын кигізуге дайын болады. Өздеріңіз байқағандай, бұл жерде тек қана форзасты дәптердің түбі ғана түптелген жоқ, толығымен блок түбі өңделеді. Рио 600 маркалы блок түбін окантовкалау машинасы. Алдымен бұл машинада блокты қысып престейді. Престеу өздеріңіз білетіндей блок жалпы дайын болатын өнім үшін өте маңызды. Престеу кезінде бүкіл дәптерлер орны-орнымен келіп, блоктың түбі біркелкі болады. Дәптерлер сығымдалып, арасындағы ауа шығып, біркелкі болып тұрады. Ары қарай блок түгін окантовкалайды. Яғни блок түбін өңдейді. Өңдеудің түр-түрі бар. Марле желімдеу, қағаз жолағын желімдеу. Яғни ол болашақ өнімнің сапасына тікелей әсер етеді. Енді блогымызға форзастарды жапсырамыз. Мына жерде қызыл болып көрсетілген форзастар. Блогымыз ортасынан беріледі, форзастар екі жағынан беріліп, желім жағылып, жапсырылады. Қысып престеліп, форзаст жапсырылған блоктың түбі өңделеді. Түбіне желім жағылып, марле жапсырылады. Нәтижесінде марле желімденген блокты немесе мұқабасы бар блокты қысып, престеп, үш жағынан кесу конвейеріне жібереді. Конвейерде блок үш жағынан кесіліп, түптеу қабына кигізетіндей дайын болады. Немесе жұмсақ мұқабада болатын болса, бірден мұқабасы кигізіліп, үш жағынан кесіліп, дайын өнім пайда болады. Мінекей, үш жағынан кесілді, блок дайын. Өнім дайын. Автоматты түрде қабылдау үстеліне жинала береді. Үйге тапсырма. Дәріс жазу, блоктағы алдыңғы және соңғы дәптерлерге форзастарды бекітіп, бейне материал даярлау.